Баршаңызға қайырлы күн. 16 шумақ өлеңнің 18 жылдық азабы. 16 шумақ өлеңі үшін 18 жылға түрмеге отырып шыққан қазақ Шахан Мусин туралы білетіндер де, білмейтіндер де бар шығар. Аяулы ақын, сахнаның сал серісі, халық әртісі Шахан Мусин 1913 жылы туған. 1932 жылы оқудан оралған жас Шахан туған жеріне келгенде аштықтан қынадай қырылған халқын көріп, ет жүрегі езіліп, көше бойы жағалай сұлап жатқан қазағына араша іздеп, наркомға хат деген 16 шумақтан тұратын өлең жазады. Осы өлеңі үшін 1936-1954 жылдары бас бостандығынан айырылып, 10 жыл қолмаға, 8 жыл Сібірге айдалып, өмірінің 18 жылын тар қапаста азаппен өткізеді. Сол айдалғаннан Сталин өліп, Берия атылған соң 1954 жылы еркіндікке қол жеткізіп, өмірінің соңына дейін 45 жыл бойы театр сахнасынан түспей өнер көрсетеді. 20 жылдай айдауда болса да, Шаханның 80-ге келгенше тісі түспепті. Әрі қимылы да ширақ болған екен. Бірде атақты ақын Қалижан Бекхожин Шаханнан: «Шахан, сен осы түріңді бермей, аса қартаймай қалай сақталып жүрсің?» деп сұрапты. Сонда Шахан: «Етті бұзылмасын деп мұздатқышта сақтайды ғой. Мені де 20 жылдай 45-50 градустық қақаған аязы бар. Қысы 9 айға дейін созылатын, табаныңнан өткен ызғар, миыңнан бірақ шығатын суық жерде сақтады. Екіншіден, диета ұстаған адамның дене бітімі бір қалыпта сақталып, өзі де қартаймай жүреді дейді ғой. Мені сан жылдар аш құрсақ ұстады. Үшіншіден, ешкім ұрып соғып кетпесін, жүйкесі тыныш болсын деп 10 жылдап 4 бұрыштан 4 күзетші мылтық ұстап күзетіп тұрды. Мен сақталмай кім сақталады? Менімен бірге болсаң, сен де қартаймас едің» деп жауап беріпті. Міне, қайсар қайрат пен өр рухтың мықтылығы. Жылдар бойы айдау, суық жер, тар қапас, мұздай қаруланған күзет атамыздың рухын сындыра алмаған. Еш мойымастан, көрген азабын сыртқа, жұртқа сездірместен, бойын асқақ ұстап, бәтеңкесі мен шалбарының қырына қылшық жуытпай өткен екен. Үлгі аларлық азамат. Мусиннің өмірін күрт өзгертіп, темір тордың арғы жағына апарған өлеңі мынадай еді. Сүйеніш қып сынған қырық таяғын, қайран өмір қайда сенің баяғың, деп еңіреп, тепсе темір үзетін ер азамат әрең басып аяғын. Мінерге ат, ішерге аш жоқ сенделіп, ой арманын әлде кімдер өңгеріп, күлге ұнатып, күресінге тастаса, сен отырсың қай жеріңді меңгеріп. Қараңғалып сый салтанат сән сауық, қабағыңнан қар емес ау қан жауып, атам екен алтын бесік елінен, әлде қайда жеті түнде жер ауып. Айналасы ұлыған аш қасқырдай, аш өзегі күйге жеген басқырдай, сонда дағы жалбарынбай жасымай, жасанды бір құдайларға басырмай. Өзі шегіп аш азабын аштықтың, көзін сүзіп қала берді бастықтың. Голощекин атындағы жалаулы ұзын қызыл керуеніне астықтың. Жұртта қалып жүре алмаған кемпір шал, күңіреніп көкірек қан көңіл дал. Құша беріп немересін қош десіп, көз жұмысты босап буын құрып әл. Сәбилерін құрым кезге орасып, әке шеше тағы бірер дөң асып. Сүлдер құрып Сібірге де жете алмай, сұлай кетті айдалада жыласып.
күні кеше күн күлімдеп көлкілген, кең далада көмілмеген көмілген, ойда қырда өлген қазақ жемтігі, о замана бұл азаны кім білген. Талақ болып байлық дәулет бақ мұрат, енді зар боп сыңар тілім нан сұрап. Әне жатыр Шыңғыстауда шәкәрім, қаны безер атқан оқтан қансырап, сақалынан ыстық жасы тарамдап, өлерде де елім далам балам деп. Күңіренді қақпа жартас қарт куә, еңлік дағы ен көрінді мың аунап. Көрші осыны ағатайым бастығым, ел жұртыңа болмаса егер қастығың. Аштан қырмай асырашы жатыр ғой, қоймаларда етің майың астығың. Көрші осыны ағатайым наркомым, өзің қаздың көрін тірі әкеңнің. Баласың деп маған егер сенбесең, айтсыншы анау Голощекин крайкомың. Естіп жүрсің, көріп жүрсің білесің, көрсең дағы көрмеген боп күлесің. Күйбең дейсің, жорғалайсың жағымсып, дейсің бәлде түпсіз түнек түнесін. Қайран елім, қарапайым қазағым, тарттың міне ауру аштық азабын. Налыма көт, кезең берген тағдырдың, сыйлар екен тағы қандай мазағын.